Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарың қалай? Контент не істейді бит құрсын деп қоясың ба? Хей, легенда! Бүгінгі шығарылым соңына дейін қызыққа толы болғалы тұр. Себебі біз 48 сағаттың ішінде Кадиллакқа жаңа өмір сыйлау үшін Алматыдан Шымкентке жол жүріп, шырайлы қаладан донор көлік тауып, ең әдемі, жарамды деген саймандарын сатып алып, біздің көлікке салғалы жатырмыз. Жай салып қана қоймай, толық бояп, реңін келтіріп, танк Кадиллактан соска Кадиллак шығаратын боламыз. 48 сағаттық қиналудан 20 минуттық кайф видео шығардық. Бұл Каз Ретро Гараж арнайы сіздер үшін. Кеттік. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарың қалай? Контент не істейді бит құрсын деп қоясың ба? Бұйырса Шымкентке бара жатырмыз. Алматыдан қазір шығып баратырмыз. Шлепка киіп шықтым, көрдіңдер ме? Даттауға стильге қарамайсың ба? Ертең ыстық болады дегеннен кейін ұйқымыз қанбаған, шашымыз өсіп кеткен. Біз Шымкентке жол жүріп баратырмыз. Бұйырса Шымкенттен мықты контент жасауға баратырмыз. Ойланып көремін қазір. Может, бір видео қыламыз үлкен. Мүмкін әр машинаны әртүрлі обзор қылып, былай кезек-кезегімен шығарамыз. Ол әрине асылға байланысты деп қоясың ба? Монтажды қалай жасағысы келеді деп. Міне қазір. Болды ма? Мына көлікті істейміз Шымкентке барып. Шымкентте бір кісімен келістік. Сәл арзандау екен Алматыдан. Сол себепті мынаның бәрін алып тастаймыз да, орнына новыйдан қоямыз, заттарды красить етіп, сосочка қыламыз да, бұл машинаны сатамыз короче. Қазір ақша керек болып жатыр қатты. Өзімнің Кадиллагыңа, джибыңа обзор жасайды, бұл танк болып кеткен. Бұл кім обзор жасайтын көлік емес. Мынаның барлығы короче пешеходтарға, жол жүргіншілеріне үрей туғызатын бампермен жасалған. Мына жерде әдейі скотчтап қойған андай үрейді одан сайын усилять ету үшін шығар. Қорқатын адамдар. Капотына короче, капотында андай дефлектор бар еді. Соны алып тастап, оны астында короче андай не істеген екен, шіріген екен, су кіріп кетеді, су тұрады ғой астында дефлектордың. И содан шіріген екен де, бетін бәрін шпаклевка саламыз, сол үшін. Мынаның бәрі короче мусорға салып деп жүре бересің ғой. Үрей короче, любой танк. Мен айтып тұрмын ғой, алыстан пешеходтар көріп өткісі келмей тұрады ғой короче. Сосын поворотник жағасын любой адам жол бере салады ғой короче. Сол үшін барып, осының түрін әдемілеп, и Шымкенттен мықты контент жасап шығуға тырысамыз жігіттер. Давайте, легендалар, Алла қаласа сәттілік тілеп қойыңдар. Табиғаты керемет екен, жел құртып тұр. Ана жерде біздің девин тұрса, бұлайынан таудың фонымен әдемі екен да. Ақтауға бармайын, Павлодарға мен бармайын, I'm an Englishman in Шымкент. Таразға бармайын, Қарағандыға бармайын, I'm an Englishman in Шымкент. Ақтауға бармайым, Павлодарға мен бармайым, I'm an Englishman in Шымкент. Нью-Йоркке бармайым, Парижге мен бармайым, I'm an Englishman in Шымкент. Ақтауға бармайым, Павлодарға мен бармайым, I'm an Englishman in Шымкент. Короче, қазір ключ аламыз да өзіміз барып шешеміз ана бамперді бәрін. Доғы. Я деп тебе берсе болады. Бұны ауыстырамыз и послені көресіздер да сіздер ше. Ауыстыратын біздің донорымыз, жүрек жалғаушымыз, қан тамырымыз деп ана тұрайын. Қазір баршаны өзіміз разгрузиміз. Өзіміздің қолымызбен.
Машинаны сөйтсең мен шешей болып отыр ғой мында кетші. Шымкенттің ыстығын айта алмаймын. Это Южная Африка болып отыр ғой. Ақ адамдарға рахат, короче. Бұлар сәл қызарады да. Біз сияқтылар қақ қара болып жүн болып кетеді. Көрдіңіздер ма? Қандай бампер осын саламыз. Четко, четко. Без шпаклевки салайын. Өртеніп кеткен ғой, мотор марқұм болдым. Моторы күл болып ұшып жатыр ғой, короче. Ана үндістер өртеп жібереді ғой күл. Басмандай ыстықтан нет ана. От загара деген крем жаққан ғой. Сол короче қаймақ болып кермен бірге араласып жатыр ғой. Мотор жақсы не жүріп тұрған? Жүріп тұрған мотор ғой? Жүріп тұрған просто. Ну просто ана пират Темекін күлі түсіп кеткен ғой байқамай. Пират кейпін киіп алған ғой. Ана кімнің бетіне ұқсайды, ана пираты Карибского моряда бар ғой. Маған сақалында бүйтіп отырған. Кім еді? Капитан. Джек Варали? Жоқ, Барбос емес. Кім ана? Бір барған ғой. Соғым сақ кетті. Жылан ба? Бірінші болт босады. Адам шашақ болған кезде болттарын босақап болды дейді. Сол прямой смысле болды қазір. Так, 13 болса егер. Так, ауыртпаңыз бар. Кайф брат, если же рычагтарын өткен кейдесіз қазір. Әрине. В общем, мына петляны шешу үшін мына крылоны шешу керек болды. Ол крылоны шешу үшін машинаның подкрыльнигінен бастап, бачоктан бастап, короче, Капот, короче. сәл ғана рамасын шешіп қалдық. Рамаға сәл қалды. Рамаға сәл. Бәрін шештік қой. Қандай дым жоқ. Короче, 1028 болды шештік қой. 1080 екен. Ағайындар, легендалар. Этот жамыр жауып кетті, масқара болып. Қазір біз өтірік патшамайын деп ана беттерін жауып қойды. Ертең Алла қаласа жалғастырамыз деп жатыр, бірақ бүгін короче жамыр қазір қойып кетсе, дальше топить етеміз ғой. Целый күн істедік, шаршап кеттік,
Мына bir крылоны шығару үшін 1,45 миллион болтты босаттық қой. Қолын кіркір бетіне жапып саттым ғой. Сол. Қазір еще андай ғой. Қалай айтсам болады? Ауылдағы вайп десем ба, қалай кір? Жер үйдегі вайп десем ба, мынандай душқа атсам емес. Бәрі айтады, ақшасы көп бұлар деген шалқып жүрген адамдар. Көк тиын жоқ бізде. Ақша болса жүрмейміз де қазір бейт бір виллада, коттеджде. А біз деген осындай қарапайым қазақтың балаларымыз. Қазір душқа атсам, бұған ауылда постоянно түсетіміз ғар, бізде кетіміз ғой, жаңа тұрмызда. Сол үшін бұл смело просто салқын ба деп қоям. Жаурап қалдық жаңбырдан, бағана ыстықтадық. Но кішкене жылы шығар, бағанан бері азында күнде тұрды ғой күннің астында. Сол короче. А так мына қазір негізі жағдай жақсы дейді, мотор өртеп кеткен ғой байқыз. Мотор өртеп кеткен болмаса, а так жағдай өте жақсы ғой негізі. Кетпейді мындайларын түсіріп отырмыз. Сол, мына креплениесі өтіріктен қышып қойды есікке. Құлта қойыпты даже, құлта білгерген ғой жігіттер. Все, короче, ағайындар, қазір ары қарай жалғастырамыз. Если мына жаңбыр қайттан басталып жатыр, жаңбыр қойып кетсе, біз жалғастырамыз. Қоймаса, онда ертең контентті сіздермен ертең көрсеміз үшін егер қоймаса біз. Бізге еще ертең шығып кету керек неге? Алматыға. Өйткені ертең бір күнге сұрандық жұмыстан, ары күні жұмыс. Сол үшін ертең как-то успеть етіп, ләлі ағып Кадиллакты и Алматыға қарай сызып барату керек болды. Давайте. Все, давайте маған сәттілік тілеп қойыңдар. Жаңбырлы күнде шаттанамын деп душқа түсейін деп жатырмын. Ол обычный душ қой, просто үстінен жаңбыр тамшылаған сияқты да и салқын ба деп қоямын, қазір су қылып тұр негізі. Но бірақ это вайб, это кайф. бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара бара бар Ассалаумағалейкум. Таң ата салып бағана таңғы 5-тен жұмыс істеп жатырмыз негізі. Бірақ видео түсіремізге ұмытып кетіппіз да. Менде ламба дуэлиде ішкі петляларын барлығының орындарын кесіп таған екен мынандай қылып істеу үшін ше. И петлялары келмейді, короче, кесіп қойғанда. Сол үшін есікті де ауыстыру керек болып жатыр. Енді екі есікті ауыстырамыз алдыңда. Үшін алдыңғы екі есікті бәрін ауыстырып қойып короче. Қазір мына кешегі алдыңғы сияқты крылоны алу үшін порогтағы болт тауып жатырмыз. Мынаның асты миллион жерден болт, миллион жерден дейді. Мынаның астында бар, ана жерінде бар, бүкіл астыңғы подкрыльник, мынаны бәрін алдық. Енді мына болып қалды. Сосын суырып алып, мына петляларды кесеміз. Қазір ары бетті көрсетеміз. Мына жерде міне 2 болт, мына жерде 2 болт, мына жерде 1 болт, мына жерде 2 болт, мына жерде 2 болт. Осының бәрі крылоға бейтіп прикрепляться етіп тұрды. И мына петлялардың орнын кесіп алдық. Өйткені бұлай алу невозможно. Астынан прям мынандай қылып заводской сваркой прям не істеп тастаппыз. Петляның асты заводской сваркой. Нитаға аламадық, короче, кеспесек. Ой, реклама керегі жоқ, и так очередь жетеді. Жоқ, білем ғой, оның артықшылығы жоқ қой, одан сайын очередтің көбейгені жақсы. Ой. Көбейген жақсы. Просто бір-екі машина кіргіземін, сол үшін мен көп алмаймын. Очередь жүре береді далада. Заклад беріп қояды, өздері жүре береді қыдырып.
Бақонды қолына шпатель беріп түсіріп ал. Хош айтсаң деп отырмын. Өлтірем. Алынбай тұр. Короче, шығардық. Ламба двери шықты. Әрең, ё-моё. Мына петлясы деген кино ғой кәдімгі. Петлясы деген страшно. Бұған үлесін қосқан әкім. Әкім шығарды бұны. Видео түсірмей мен шығарайыншы деді, короче. Мен деген нанет осындай жұмысты мощно істеймін дейді. Все, ладно, дальше профессионально жалғастырайық. Ана өзі кете береді ғой. Ортасына қойсай. Ағаш көрсетті. Шына қой. Шықты ма? Тексті көреміз. Как есікті. Кетіп отыр қал. Скурит етіп отырмыз. Грунтовка жағып қойдық. Енді бояймыз. Қай жаққа, жігіттер, қай жаққа барып тастайын, қай жаққа? Смело, кабриолет болуға сарғап тұр, енді түстің кесіп тастасақ кабриолет боламыз деші. Бірінші рет айтып тұрмын, анда есігі жоқ болды машинаның. Күнді сағат 12 болып отыр, әлі жалғастырып отырмыз жұмысты. Ярдамласаң маған балуан шығарып. Смело, короче. Бізге Алматыға қарай кету керек. Әлі түсіріп отырмыз, істеп отырмыз. Сағатты көрсетсе. Иә, ау? Сен де қуануың керек қой. Қуанып отырмыз, өте қуанып Ата отырмыз. қуан бір күнде ешкім шығармайды. Иә. Бір күнде короче үлгеріп жатыр ғана. Махмұт ағаға рахмет дейік біз үшін демалсын. Түнгі сағат 11:30 болды. Көршілерге жатам. Бізге Алматыға кету керек, амал жоқ. Қайырлы таң қазақ елі дейік бе, сағат 8:30 болды таңға. Біз короче көршілердің бәрін оятып жатырмыз. Дәл барады. Дәл істеп жатырмыз. Спецзадание 48 сағат выполнено. Бірақ там қанша сағатта?
Алпыс. Жоқ. Алпыс па? Сағат не выполнено екен онда? Спецплан. Ал жігіттер, біздің 48 сағат деген арнайы шығарылымымыз бітейін деп жатыр. Жалпы өте қызық болды. 2 күн далада болдық. Маса шағып, масқара үстіміздің бәрі май, үстіміздің бәрі кір, шашымыздың бәрі киіз болып кеткен. Сөйтіп далада болған жерде, бір күн машинада болдық, бір күн далада болдық. Сөйтіп жатып, түнімен сваркілеп, көршілердің бәрін ояттық. Таңда сағат таңғы 4-ке, кәдімгі таң намазымен бірге тұрып жүрдік. Сол себепті бұл 2 күн өте қызық болды, бірақ біз өзіміздің дегенімізге жетіп, көлік көңілімізді шығып, әдем болып қазір Алматыға қарай кетіп бара жатырмыз. Сіздерге әлі көрсетпейміз қалай болғанын. Көрсетіп көрдік бір-екі жерлерінде. А так, полноценно жуғаннан кейін көреміз. Қазір жууға болмайды машинаны. Машинаны примерно 1 күннен кейін жуасыңдар. Алматыға жетіңдер, содан кейін жусаңдар, көшірмен атсайып бетін құртады екен де. Одан кейін тағы 3-4 күннен кейін полировать етеміз. Соның бәрін істеп болғаннан кейін сіздерге әдемі болып көрсетіп, жалпы бұл шығарылым машина сатылғаннан кейін шығады деп ойлаймын өзім. Сол себепті қазір колесаға саламыз, қалаға барып жуайық, сөйтіп түсіреміз, колесаға саламыз, сөйтіп сатылғаннан кейін мына шығарылым шығады деген ойдамыз.